Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып қалдықсыз өмір сүрейік. Давайте жить без отходов. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Қалдық, остаток, отходы, өнім, продукция, өндірістік, производственный, еру, таять, шіру, гнить, улы зат, ядовитое вещество. Бірінші тапсырма, сұрақтарды көршіңмен талқыла. Ответь на вопросы. Қалдық дегеніміз не? Қандай қалдықтар болады? Табиғи қалдық дегеніміз не? Өндірістік қалдық дегеніміз не? Еш қалдықсыз өмір сүруге бола ма? Қалдық дегеніміз қолданған заттан қалып қалған және қолдануға келмейтін зат. Қалдықтардың түрлері табиғи қалдық, өндірістік қалдық, тамақ қалдығы. Табиғи қалдық дегеніміз табиғаттан алған заттардан қалған қалдық. Олардың еш зияны болмайды. Ал өндірістік қалдықтың зияны болады. Өндірістік қалдық ол фабрикалар мен зауыттардан шыққан қалдықтар. Осы қалдықтар табиғатты ластауда. Еш қалдықсыз өмір сүруге болмайды. Екінші тапсырма, Ерболдың ұсынысымен таныс. Қайта өңдеу. Қазіргі уақытта жер бетінде көптеген қалдық түрлері бар. Олар пластикалық заттар, электроника құрылғылары, жиһаздар, киім мен тамақ. Осылардың ішінде пластик заттар қоршаған ортаға зиянын көп тигізеді. Ашық далада жатқан пластик заттардан улы зат бөлінеді, шірімейді. Мысалы, гүл отырғызатын ыдыс, моншақ, сәндік бұйымдар пластиктен жасалынады. Менің ұсынысым, қалдық заттарды қайта өңдеу керек. Сонда біз зиянды, қоқысты жоямыз, әрі пайдалы жаңа өнім аламыз. Алдымен пластик заттарды қолдануды азайту керек. Мысалы, пластик ыдыстың орнына қағаз ыдыстарды қолданған дұрыс болады. Целлофан қалтаның орнына қағаз қалта шығару керек. Одан кейін пластик ыдыстарды қайта өңдеп пайдалану керек деп ойлаймын. Перерабатывать. В настоящее время на Земле существует множество видов отходов. Это пластмассовые предметы, электроника, мебель, одежда и еда. Среди них пластиковые предметы наносят большой вред окружающей среде. От пластиков, лежащих на открытом воздухе, выделяется токсичное вещество, не гниет. Например, горшок для посадки цветов, бисер, декоративные изделия изготавливаются из пластика. Мое предложение: вещества должны быть переработаны. Тогда мы уничтожаем мусор и получаем новый полезный продукт. Сначала использование пластиковых предметов должно быть сведено к минимуму. Например, вместо пластиковой посуды лучше использовать бумажные. Использовать бумажный пакет вместо целлофанового. Затем, я думаю, пластиковые посуды надо перерабатывать. Үшінші тапсырма, сұрақтарға жауап жаз. Ответь на вопросы. Жер бетінде қалдықтың қандай түрлері бар? Какие виды есть отходов? Қалдықтың қандай түрлері өте зиянды, неліктен? И какой вид из них самый вредный и почему? Зиянды пластик қалдықтарды қалай азайтуға немесе жоюға болады? Как можно уменьшить пластиковые отходы или же вообще избавиться от них? Пластик заттардан не істеуге болады? Что можно сделать из пластика? Жер бетінде тағам қалдықтары, қағаз, металл сынықтары, резеңке, шыны, ағаш, мата және пластик синтетикалық қалдықтар бар. Екінші, сұйық өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар, өйткені олар топырақ және өсімдік қабатын, жер асты суларын улы заттармен жоғары деңгейде концентрациялайды. Зиянды пластик қалдықтардың жою ол адам баласына байланысты. Оларды біраз болсын азайту үшін тек арнайы пластик қалдықтарын арналған қоқыс жәшігіне тастау қажет. Пластик айналаға адамға зиянды қасиеттерді көп, алайда оны тұрмыстық тіршілікте қолдануға болады. Онымен түрлі бұйымдар, үйге арналған заттар жасауға да болады. Пластик қалдықтардан не істеуге болатындығы туралы айтайық. Біріншіден, канцеляриялық тауарлар қоюға болатын, қарындаш, қалам салатын сауыт жасауға болады. Немесе оларға гүл отырғызуға болады. Және де әртүрлі әшекей бұйымдар жасауға болады. Бесінші тапсырма, сөйлемдерді оқы, үтірдің қойылу себебі туралы ойлан. Сөйлемге сұрақ қойып, назови причину знака препинания. Мысалы, пластиктен моншақ, жүзік, түйреуіш жасауға болады. Пластиктен не жасауға болады деген сұраққа біз моншақ, жүзік, түйреуіш деп жауап береміз. Немесе бір сөзбен әшекей бұйымдар деп айтуға болады. Алтыншы тапсырма, өз ұсынысыңды жаз. Напиши свое предложение. Пластикті қайда қолдануға болады?
Пластиктен қандай заттар жасалады? Пластмасса қай жерлерде көп қолданылады? Пластиктен қалдық қалмау үшін не істеу керек? На все эти вопросы вы должны ответить от себя сами. Какое предложение вы можете сделать, что можно сделать из пластика и где можно его использовать. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.